Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен алмагүл, бүгін сіздерге өте ерекше песочный тестомен жасалатын осылай күлпан самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видео рецепті жоғалтпамас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымыздың үстінен теркадан өткізілген сары майымызды салып, қолдың көмегімен крошка дайындайтын боламыз. Егер де майларыңыз бөлме температурасында салса, бірнеше бөліктерге бөліп сала берсеңіздер де болады. Дәл осылай араластырып, қолдың көмегімен крошка дайындап алғаннан кейін, оның үстінен осылай бір дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Сонан соң аздаған айранымызды құйып, оның үстінен дәміне қарай аздаған тұзымызды салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр дайындап алатын боламыз. Кез келген, егер де үйлеріңізде айран болмаса, қаймақ не болмаса майонез қосып жасасаңыздар да болады. Дәл осылайша қолдың көмегімен жұмсақ қамыр елеп дайындап алғаннан кейін, кішкене елеп алғаннан кейін, оның үстінен разрыхителімізді салып, тағы да әрі қарап қолдың көмегімен қамырымызды дайындайтын боламыз. Бізде дәл видеодағыдай етіп жұмсақ тесто дайын болып шығады. Енді осы қамырымызды тындыруға қоятын боламыз. Оған дейін арасын салатын салмамызды дайындаймыз. Мен осылай алдын ала туралған асқабақтың үстіне аздаған тұзымды салып, дәл осылай араластырып алдым. Бізге асқабаққа пияз қосып жасаған ұнамайды, сондықтан да асқабақтың өзіне тұз салып дайындап алдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша фаршты салма дайындасаңыздар да болады. Дәл осылай енді таңған қамырымызды алып, видеода көрсетілгендей екі бөлікке бөліп алып, дәл видеодағыдай етіп, аздаған кішкене бөліктерге бөліп аласыздар. Менде дәл осы тестадан 15 самса шықты. Егер де көп болғанын қалайтын болсаңыздар, осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне толық рецепті қалдырам. Сол жердегі рецепт бойынша 2-3 есе етіп қосып жасасаңыздар, көбірек жасайсыздар. Дәл осылай қамырларымызды кесіп алғаннан кейін, қолдың көмегімен осылай барлық қамырымызды дөңгелектеп, дәл видеода көрсетілгендей етіп қамырларымызды жайып алатын боламыз. Барлығын жайып алғаннан кейін, видеода көрсетілгендей етіп қамырларымызды кесетін боламыз. Дөңгелек етіп кескен жайып алғаннан кейін, қамырымызды ортасынан төмен қарай кесіп, дәл видеода көрсетілгендей етіп түйіп аласыздар. Егер де түйілуіне түсінбесеңіздер, видеоны жайып 1х пен 0,5-пен көрсеңіздер болады. Түйілу жолы өте оңай. Міне дәл осылай түбінің бәрін осылайша біріктіріп, осылай түлпан етіп дайындап аласыздар. Барлық самсаларымызды осылайша дайындап, самсаларымызға жұмыртқаның сарысы не болмаса, бір жұмыртқаны осылайша жарып алып, мен сияқты жағып шығасыздар. Сонан соң бетіне өз қалауларыңыз бойынша макты не болмаса, күнжітті қоссаңыз сепсеңіздер болады. Мен бетіне күнжіт сүйіп шықтым. Сонан соң самсаларымызды алдын ала қызып тұрған 200 градуста пешімізде 25-30 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Фарштар өз қалауларыңыз бойынша салмасына фаршты етіп, асқабақ пен картошка араластырып солай жасасаңыздар болады. Міне менің самсаларым пісіп дайын болды. Дәл видеода көрсетілгендей кесіп, араларын көрсеттім. Өте дәмді. Міндетті түрде рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.